Сахна ашылады. Орман ішіндегі ағаш пен құс сөйлесіп отыр. Артқы фонда жұмсақ табиғат дыбыстары ойналып тұрады. Қанша жылдан бері осы орманның бір бөлшегі болып тұрмын. Бірақ соңғы кездері тыныс алу қиындап кетті. Иә, мен де байқадым. Ұя сала жер қалмады. Жердің бәрі қоқысқа толып кеткен. Қақаға, мен қайда барсам да бәрін жауап аламын. Енді мына орманды басып аламын. Сен неге осынша зиян келтіресің? Мен ештеңе істемеймін. Мен адамдар өздері шашып тастайды. Мен жай ғана бар жерге тараламын. Сенің кесірінен менің достарым жануарлар мен құстар қауіпте қалды. Табиғат жылап тұр. Тоқтаңдар, бұл соңғы үміт. Табиғат әлі де құтқарылып тұрарлық. Адамдар өзгерсе бәрі түзеледі. Күннің нұры қай кезде де жақсылықтан келеді. Бірақ қалай өзгереміз? Қоқыс көбейіп бара жатыр. Адамдар қоқысты сұраптап, табиғат аяласа, сен сияқты зиянкестер азаяр еді. Шынымен де, егер мені тастамай қайта өңдесе, мен де пайдалы бола аламын. Дәл солай. Әрбір адам кішкентай іспен үлкен өзгеріс жасай алады. Табиғатты сақтау бәріміздің қолымызда. Табиғатты аялау, ластама ешқашан болашақ біздің қолда таза болсын, жер ана.